Біздің Құнанбай бабамызды айтамын. Құнанбай қажы бабамыздың Меккеде таккиесі болған дейді. Тақия деп аталады, таккие дейді. Сол жақта қажылықтар барып тұрақтайтын, Қазақстаннан, елден қажылар барып тұрақтаған кезде сол жерде паналасын, сол жерде үй болсын деп, сол жерден қонақ үй салып кеткен дейді. Ол әлі күнге дейін соның атында тұр дейді. Әлі сондай деректер бар, оны растайды. Өйткені Құнанбай қажыда уақыптың сауабымен оның мән мағынасын түсінді. Оны үлгі ретінде біздерге көрсетіп кетті. Сондықтан бұл жерде біз бір мәселені түсінуіміз керек. Уақып қазіргі күнде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уақып қорын ашты. Уақып қоры өзінің қызметін бастады. Енді жайлап тәй-тәй басып келе жатыр. Қазір жайлап азаматтар түсініп келе жатыр. Біз қайтадан жаңағы оны оятып жатырмыз. Кезінде бабаларымыз айтты, бабаларымыз берді, біздің бабаларымыз да жасады. Бірақ бүгінгі күнде біз әбден зекет пен садақаға үйреніп қалғанбыз. Зекет береміз, немесе садақа береміз. Уақып ретінде беру біздің тәжірибемізде енді қалыптасып жатыр. Сондықтан біз бұның сауап тұрғысында, мәңгілік тұрғысында бұның ерекшелігінде осылай түсінуіміз керек. Өйткені уақыпқа берілген дүние бұл мәңгі бақи қалады Құдай жолында.